Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соғықта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соғықта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезі, қазаққа доллар деген ғашық болып, сондағы Мариямның. Құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға Түркістан облысы Арыс ауданы Делмене ауылында орналасқан Жұмабек Ахметұлы Ташжанов атындағы орта мектебінің ұжымынан үлкен сәлем жолдап, тек қана жақсылықтар тілейтінімізді хабарлағым келеді. Кеше өткен ұлттық құрылтайда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза Наурыз тұжырымдамасын қабылдады. Сол кезде бүгінгі Наурызнамадағы 5-ші күн ұлттық киімдерге арналып отыр, сол тұжырымдамаға сәйкес. Және өз сөзінде ұлттық киімдерге басты назар аударып, бұдан былайғы уақытта кез келген кәсіпорында, мекемеде, тіпті мектеп оқушыларына дейін ұлттық киімді насихаттауға, соны күнделікті қолданысқа енгізуге пәрмен берді. Осы сөздерге байланысты және мерекелік хош көңілменен осы бір қауым, осы бір қыздар, ханымдар, апайлар ұжымы өз ұсыныстарын алдарыңызда көрсетіп отыр. Қабыл алыңыздар.